Я, в принципе, не против, потому что я первую вакцину получила, вторая теперь у меня осталась. Когда-то мы получали в детстве или до какого возраста БЦЖ, вот эти все прививки. Я думаю, что, в принципе, то же самое. Ну, раз ученые делают, специалисты, это же не просто так. Значит, надо верить. Салдым вакцинаны, оны салу керек бәріне. А салмаған адамды қылмыскер деп санаймын мен. Өйткені всеобщий социальный безопасность болу керек. Өмір сақтау қазір мәселе оны. Халықтың өмірін сақтау. Вакцина негізі дұрыс деп ойлаймын өзім. Неше түрлі жаңа аурулар болған кезде, жұқпалар болған кезде вакцинациямен неғылған жаңағыдай жеңген. Ғылымға неде сенеміз ғой? Вакцина жөнінде көзқарасым негізі оң. Өйткені қазір індет өршіп тұрған кезеңде салдырған дұрыс деп ойлаймын. Өзім туған әпкем барлығы неде медицина саласында жұмыс істейді, барлығы салдырды, інім салдырды. Онда ешқандай не болған жоқ. Барлығы салдырып жатыр негізі, туысқандарым барлығы. Өз басым қарсы емеспін вакцинаға. Вакцинаны алу керек. Бұл індет ауруынан тез айырылу үшін бәріне алу керек деп. Я считаю, что у нас в современном этапе пока альтернативы вакцинации нет. У нас вот какая-то полемика. Я даже не понимаю, о чем тут разговаривать. Вперед, вакцинироваться нужно. Было бы, наверное, очень хорошо, если бы 90% казахстанцев тоже вакцинировались. Наука – это то, что двигает нас вперед, и стоит не подвергать остальных людей риску. Не нужно. Полимелит деп жатамыз басқа, туберкулезге, сол сияқты иммунитетті көтеретін нәрсе. Біз өзіміз салдырдық, жаңағы жұбайым екеуміз нормально, барлығын жақсы көтердік. Енді халық түсіну керек деп ойлаймын, бұның бәрі халықтың қамы.